Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен кешкі тамаққа жасалатын өте жаңағыдай жеңіл мантының түрі десем де болады. Сол жаппасай тағамының рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Алдымен ұнымызды алып, оған азғантай тұз саламыз. Яғни тұз салып, оған бір жұмыртқаны жарып қосамыз. Одан кейін осы қамырымыздың үстіне қатты салқын емес, енді жылылау келген суды қосып отырып, кәдімгі мантының қамырындай қамыр бастырамыз, яғни қамыр бастырып аламыз, суды қосып отырып. Мінекей қамырымыз дайын, осыны басқа алып, үстіне салфанымызды кигізіп, тындырып қоямыз. Оған дейін біз енді осы мантымыздың етін, яғни салмасын дайындауға кірісеміз. Осындай етті алып, енді өздеріңіз қарайсыздар, қандай ет болса да, сиыр еті болсын, қой еті болсын, оған айырмашылығы жоқ, барлығы бола береді. Сондықтан етті алып, осындай қатты үлкен емес, өте майда да емес, мантыға салатындай емес, өте майда қылмай, орташа көлемде барлығын турап аламыз, яғни майдалап тұрып турап аламыз. Етіміздің барлығын арасына май қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызға қарай. Я болмаса өте бір жақсы майлы ет қосуға, майлы еттен дайындауға да болады. Яғни дәмді болу үшін. Одан кейін сәбізімізді алып, мен бір сәбізді алдым. Осы сәбізді де бәрін осылай бір неғып турап шықтым да, одан кейін 4 бұрыштылап кесеміз сәбізімізді. Мінекей 4 бұрыштылап кесіп аламыз. Бұл да біздің мантымыздың дәмін шығаруға, дәмін келтіруге өте жақсы. Сондықтан бұны да қатты майдаламаймыз, езіліп кетпес үшін. Шағын қылып 4 бұрыштылап кесіп аламыз. Мінекей осы видеодағыдай қылып кесіп алсаңыздар болады. Одан кейін картопты да сәбіз сияқты өте қатты майдаламаймыз. 2-ге бөлеміз, одан кейін тағы да бөлігін 2-ге бөлеміз де үлкенде үрлеу қылып тураймыз. Яғни картопымыз неге салған кезде майдаланып кетпешін. Одан кейін капустаны да қалауларыңызша турасаңыздар болады. Неге осылай турап алдым мен. Одан кейін қамырымызды жайып алып, жайылған қамырдың бетіне осындай сұйық майымызды жайып, жайылып тұрған қамырдың үстіне жағып шығамыз. Бәрін біркелкі болып жағып шығылу керек қамырдың бетіне. Мінекей өз қалауларыңызбен жақсаңыздар болады. Қолмен де, осындай щетканың көмегімен де жауға болады. Барлығын біркелкі, барлық жеріне жететіндей қылып, майды жағып шығу керек. Одан кейін осындай қылып, ұзын қылып кесіп аламыз қамырымызды. Одан кейін 4 бұрышты қылып, кәдімгі мантының қамыры сияқты қылып, 4 бұрыштылап кесу керек бұны қамырымызды. Мінекей осындай барлығы 4 бұрышты болып шығу керек. Қазанымызға май құямыз, яғни сұйық майымызды құйып, жаңағыдай көп емес, азғантай мөлшерде құйдым мен. Мінекей осы сұйық майымызды қаздырып, қазанымызға етімізді саламыз. Ярлық етімізді салып, алып, осы етімізді қуыра бастаймыз. Яғни сұйық майдың үстіне салып, қызып тұрған майға салу керек. Сонда ет тез қуырылады. Осылай әбден суы шыққанша, еттің, яғни ет қуырылып атқанда суы шығады ғой, сол суы шыққанша етімізді қуырып аламыз. Мінекей осылай. Содан кейін барып, басқа жуамызды саламыз, яғни басқа нелеріміз қоспаларымыз, салмаларымыз сала бастаймыз. Жуаны салдым, бұны да аз уақыт осылай қосқан неғып алдым да, қуырып алдым жуаны. Одан кейін сәбізіміз салып қуырып қойдым. Олар бұқтырып пісіп болғаннан кейін картоппен капустамызды салып қуыра бастаймыз. Мінекей осындай қылып, енді бұның үстіне азғантай су құйып, яғни азғантай болғанда қатты азғантай емес, осында салмамыз батып тұратындай мөлшерде су құюымыз керек. Мінекей азғантай шымшым тұз салсаңыздар болады, дәміне қарай, яғни өз қалауларыңызға қарай азғантай шымшым тұз саламыз. Осының суымызды құйып болғаннан кейін, міне кішкене бір қайнатып жібереміз, бір бұрқ еткізіп астын көтеріп, қазанымыздың
сол қайнаған қазанымызға енді мінекей осы қамырымызды сала бастаймыз бетіне. Яғни бұл осылай бұқтырылып тұру керек. Барлық қамырымызды салып шығамыз. Бірінші қамырымызды төменге май жағын төмен қаратып салсаңыздар да болады, жоғары қаратып салсаңыздар да өздеріңіз. Содан кейінгілерін бірақ майын қамырдың бетіне қарай салу керек. Яғни қамыр бір-бірін жабысып қалмас үшін майлы жағын қамырдың бетіне салу керек. Мінекей біздің салмаймыз мантымыз дайын. Бұл жалқаулардың мантысы деп аталады. Осылай саламыз да қолымызбен алып жей береміз.